Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай әдемі браслет пен сырғаның жасалу жолын сіздермен бөлісетін боламын. Керекті заттар: қышқыш үшеуі біреуінде, резинкамызды күйдіру үшін зажигалка, қайшы, әртүрлі размердегі моншақтар. Сырғаларымызды байланыстыру үшін осындай сымдар қажет болады. Сымдарымыз екі түрлі, біреуінің басы шеге тәріздес. Сырғамыз браслетіміз жылтырап әдемі көріну үшін ортасына осындай золото немесе серебряный тастар қоямыз. Сырғамызға екі швензі, пиала және кольцалар керек. Және өзімізге ұнайтын браслетке арналған брелок. Браслетімізге резинка қажет болады. Мендегі размер 1. Енді резинкамызға пиаламызды саламыз. Өзіңіздің фантазияңызға байланысты моншақтарды тізіп шығамыз. Браслетіміздің көлемін тапсырыс берген кісінің қолын өлшемімен байланыстырамыз. Мен көбіне браслеттерімді 16 штук тастан құраймын. Арасына әртүрлі жылтырақ тастарды немесе үлкен кіші тастармен араластырып жасалған браслеттер әдемі ерекше көрінеді. Резинкамызға моншақтардың барлығын қадап болдық. Енді жақсылап байлайтын боламыз. Резинкамызды бірнеше қайта рет байлаймыз. Атырық жерін қиып тастап, зажигалканың көмегі арқылы күйдіреміз. Зажигалкамен міндетті түрде күйдіріңіздер. Біздің браслетімізді ұзақ уақытқа дейін ұстап тұрады. Шешіліп кетпейді резинкасы. Кольцамыз бен брелогымызды браслетімізге қадаймыз. Браслетіміз дайын болды. Енді сырғаны жасаймыз. Шеге тәріздес сымымызға моншақтың ең кішкентайын қадаймыз. Қысқыштың көмегімен артық жерін алып тастап, осы видеодағыдай қайырып аламыз. Келесі сымымызға орташа моншағымызды қадаймыз. Бұны да дәл жаңағыдай артық жерін алып тастап, екі кішкентай моншағымызбен бірге байланыстырамыз. Енді браслетімізбен сырғамыз үйлесу үшін бір жылтырақ моншағымызды осы сырғамызға қадайтын боламыз. Сырғаның ұзындығын, қысқалығын тапсырыс берген адамыңыздың қалауы бойынша жасайсыз. Егер ұзынды қаласа, тастарды көбейтесіз. Егер қысқаны қаласа, онда 1-3 моншақпен әдемі көрінеді. Сырғамыздың соңғы жұмысы швензамызды бекітеміз. Міне біздің браслетімізбен сырғамыз дайын болды. Сіздер де той жиындарға осындай әдемі жиынтықты жасап алыңыздар. Менің видеом ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар.